Енді мен сіздерге спорт жайлы әзілдерді айтып берейін. Бір күні Қазақстан мен Бразилия футбол ойнап жатыр. Қазақстан мен Бразилия. Ойыннан кейін доптан интервью алды. Доп қалай ойлайсың? Ойын қалай болды десе, доп айтады дейді. Бразилиямен өзі кім ойнады деп. Қазақстан десе, қайдам оларды ойында вообще көрген жоқпын депті. Ана шифр қағатын шеге бар ғой, шифр қағатын шеге. Бір күн пласкосқа жылап кепті. Пласкос братан, бұл бас көтеріп жүре алмайтын болдық қой. Енді бас көтерсем балға қақтыса береді депті. Сөйтсе пласкос айтады дейді. Шеге братишка, смело жүре бер, любой жерден суырып аламын дейді. Енді қадірменді көрермендер, мен сіздерге отбасылық, жанұялық әзілдерден айтып берейін. Бір күні әйелі мен күйеуі ұрысып қапты. Сөйтсе әйел айтты: саған шыдап келген, 10 жыл шыдап келген. Маған рахмет айт. Семен ажырасам, кетем деген ғой. Сөйтсе күйеуі айтады дейді: тоқта, мен де барамын деп шығады. Соған не керек, ана әйелі сөзінде тұрады екен, молодец. Кетем дегенсің, кетем депті. Сөйтсе күйеуі айтады дейді: осыны айтып жүргеніңе 10 жыл болды ғой, кетем деп айтып жүргеніңе. Кетсең кетші лилай. Жаман әйел кетем деп қорқытады дейді. Мә 5000 теңге ауылыңа дейін жетеді деген ғой. Сөйтсе әйел айтады дейді: тағы 5000 теңге берсейді. Не қыласың оны десе, енді қайтып келмейміз ба деп айтады дейді да. Елімізде ақылды әйелдер көп болсын. Енесі мектепте жұмыс істейді екен де, енесі. Сөйт, келін айтты. Келін, маған ана бүгін мектепте субботник болатын еді, соны сыпырғын дайындап бере қойшы деген ғой. Сөйтсе келін айтады дейді: мам, не ғой, сыпырғына пакетке орап берейін ба, жоқ, сонымен үшке де бересіз ба дейді. Бала мен қыз үйленгенде, сөйтсе ана қыздың шешесі, құдағи, енесі. Араласа береді екен 2 жастың ортасына. Сөйтсе бала оған шыдай алмай 2 жыл армияға кетіп қапты. 6 айдан кейін енесінен хат келіп тұр дейді. Я, күйеу бала, енесінен хат келіп тұр. Ана қызымды алып кеткеніңе 6 ай болды. Армияңнан 3 күн отпуск алды, үйіңе бар. Қызымды алды, үйге кел. Қайттан үйіңе апарып тастайсың, құр армияңа деп жазып жіберді. Сөйтсе күйеу баласы хат жазып отыр дейді. Жанына бір граната қосып: апа, енешка, мына гранатаның кольцосын тартпасаңыз, как раз 3 күнге жібереді депті. Бір атамыздың жасы 100 өлдігін. Журналистерге сұрап жатыр дейді: ата, жасыңыз 100 өлдігін, ұзақ жасаудың құпиясы неде деп. Сөйтсе атамыз айтады дейді: оның ешқандай құпиясы жоқ. Сол халықтың бата тілегімен ұзақ жасап жатыр деп. Сонда қалай ата десе, әңгіменің қысқасы бүкіл ауылға қарызбын депті. Ауылдағылар күнде тілеп отырады: ай, осы шал өліп қалмасын, осы шал өліп қалмасын, қарызымызды алайық, қарызымызды алайық. Содан кейін қалай өлесің депті. Сөйтсе шал айтады дейді: қайта қарызымның тең жарысынан құтылып қойдым деп. Ойбай, ата қалай құтылдыңыз десе, ай, олардың бәрі өліп кетті ғой депті. Сол үшін құрметті көрермендер, міне Құдай жатқанға береді деген әңгіме болмайды. Бәріміз тірлік жасау керек. Қазақта бір мақал бар ғой: аспаннан киіз жауса да жалқау ұлтыраққа жармайды дейді. Мысалы, үстіңе көрпең жетпесе, пұтыңа қолың тығып жат дейді да. Сосын айтады, анау көршіңді тойға шақырсаң, үйіңе ұры түспейді дейді. Бәрі сол мейрамханада отырады да. Қысқасы, елімізде тек қана бейбітшілік болсын, той болсын, той болсын, той болсын. Бауыржан Тұрабаев.